Қазір бізде сағат. Бұл кремді білетін шығар. 11 класс бітіруге өте аз ғана күндер қалды. Сыныптағы қыздармен киімдер қайтын боламыз. Қазір съемканы уже барлықтарыңызға сәлем достар. Сіздермен бүгін біз Әлем каналы. Бүгін мен өзімнің қалай мектепке дайындалатынымды және де бетіме қандай макияж жасайтынымды көрсететін боламын. Көбісі мен TikTok'та, Instagram'да макияжыма туториал сұрайды. Негізі көп рет түсірсек те тағы да сұрағандықтан қайтып YouTube'ға түсіре салайын деп шештім. Қазір бізде сағат 6:48 кетті және де бізде 8-де сабақ басталады. Поэтому давайте бір сағаттың ішінде бірге жылдам боянайық. Мен қазір бетіме маскара жасап алған болатын, бағана көрдіңіздер. Қазір шешіп тастадым және де бетіме массаж жасап алдым, чтобы кішкене бетімдегі отектар кету үшін. Өздеріңіз білесіздер, бетке бояу жақпас бұрын бірінші бетті өте қатты увлажнять етіп алу керек. Сол кезде макияж прям өте күшті болып жағылады. Маскадан кейін осындай крем қолданатын боламын. 345 деп аталады, прям күшті крем деп, бізде алған болатынбыз. Маскадан кейін бетім өте прям күшті болып тұр. Осы SPF-каны жаққан дұрыс па немесе керек емес па деп. Скорее всего, мен жаға саламын, потому что бізде қазір асында күн күшті болып жүр, өте ысып жатыр және де сол себептен күннен қорғанатын боламыз. Және де осыларды жаққаннан кейін кішкене бір 10 минуттай күте тұрамыз, бетімізге сіңіп. Өзім боянған кезде осындай видеоларды көрген өте қатты ұнайды. Біреудің боянып жатқан видеосын көріп, соның дауысын естіп отырған. Сіздерге де ұнайды деген ойдамын. Бұрыннамызда тек қана влогтар емес, кішкене басқаша форматты осындай видеоларды түсіргім келеді. Сол себептен сіздер егер де қолдау білдірсеңіздер, өте көп күшті форматты видеолар шығатын болады. Бүгін тоналка емес, осындай BB крем қолданғым келіп тұр. Бірінші мен қолыма жағып аламын осылай. Бетіме барлығын жағып алдым. Енді қазір спонжбен осылай распределять ететін боламыз. Өздеріңіз білесіздер, уже мен 11 класс бітіруге өте аз ғана күндер қалды. Және де біз дейтін сыныппен енді бір нәрсе жасап бастап жатырмыз, яғни виньетка барлығын қарастырып жатырмыз. И бұйырса барлығын жасайтын боламын. Сол кезде сіздерге влог ретінде түсіретін боламын. Және де бүгін қыздармен 25 майға виньеткаға түсуге киімдер қайтын боламын. Сол себептен біздің Инстаграмда қарап отырыңыздар, барлығын сол жақта салатын боламын. Сыныппен алған лентамызға қуанып жүрсек, оказывается, басқа класстар, басқа мектептер барлығын дайындап қойыпты. Виньеткасына түсіп, лентасын алып, полистерін уже дайындап бастап, ал бізде әлі дым дайын емес. Сол себептен уже тіршілікке бүгіннен бастап кірісіп, қазір барлығын шешіп жатырмыз. Мен уже тонымды біттім, енді қазір біз консилер жағатын боламыз. Менің 25 майымнан қалып қоймау үшін достар, сіздер міндетті түрде біздің арнамызға тіркеліп қойыңыздар. Себебі барлық қызық алдыда болады. Барлығын сіздерге түсіріп отыруға тырысатын боламын. Осылай көзіміздің айналасына жағамын. Қасымның формасын кішкене басқаша етіп бояймын. Сол себептен қазір біз консилермен осы ұшын алып тастаймыз. Кстати, мынау консилер өте қатты кәдімгідей жоқ қылып тастайды. Маған қасымның формасы негіз ұнайды, но бояған кезде былай ұшпырыш қылып бояған ұнамайды. Түзу болып тұрған әдемірек көрінеді деп ойлаймын. Поэтому осылай мен консилермен жасаймыз. Бүгін мен таңғы 5-те оянған болатынмын осы видеоны түсіру үшін. Және де сіздерге ұнайды деген ойдамын. Но қазір съемканы уже сағат таңғы 6-та бастап жатырмын. Бір сағат білмеймін не істегенді. Көзімнің астын осылай ағартып боясам, көзім кішіреп қалатын сияқты, өте қатты. Осылай тез біздің 11 жылымызда өтіп кетіпті. Оказывается, мектептегі бұрында менің макияжым негізі күніге әртүрлі болып шығатын. Қазір дейтін күніге бірдей болып шығатын болыпты. Мен еще сабаққа чередовать етіп барып жүрмін. Бұл аптада сабақ 4 рет болады негізі. Но мен уже соның 2 күнін қалып қойдым, Если бы енді бізде болмағанда, мен прям өте от души қуып күшті болып жүретін едім. Но қазір кішкене ішінде уайым тұрады бәрібір де. Сіздерге айтатын кеңесім менен, егер де достар, сіздер 11 класста пәндеріңізден сіздерде база болса, егер оқитын пәндерде, мысалы физмат тыңдап жатсаңыздар, физика, математикадан базаларыңыз болса, бір формуландай кішкене шарит ететін болсаңыздар, 11 класстан бастаған дұрыс. Если ешқандай база болмаса, 10 класстан бастап жақсылап оқыңыздар достар. Бұрыннан физика, математиканы ұнататынмын. Не то, что ұнату, просто физиканы қаттырақ түсінетінмін. Но математиканы мен осы 11 класста қаттырақ түсініп оқып жатырмын. Менің макияжымда ең көп уақыт кететіні ол осы қастар деп ойлаймын. Потому что қастарды бояу қиын, бірде қылып, менде всегда по-разному шығады.
и ол өте біртүрлі көрінеді достар. Қастарымды наконец-то бітірдім. Енді қазір мен осы бір бронзерді жағатын боламын. Бізде уже көп косметика аяқталып жатыр. Негізі бір косметика бітсе барлығы бірдей оптом біту керек. Білмеймін не үшін екен. Барлық қызықты моменттерді, күніміз қалай өтіп жатқанын, бірінші жаңалықтарды білу үшін біздің инстаграмымызға тіркеліп қойыңыздар достар. Уже мен бүкіл нәрсені айтып қойған сақтым, сол себептен үндемей отырмын достар. Осындай видео түсіретін кезде не айту керек екенін ұмытып қаламын. Айтпақшы, сіздерге наурыз ұбт туралы айтпаптым. И барлығы сұрап жатыр. Мен еш жерде әлі балымды айтқан жоқпын, қанша бал алғанымды. Негізі мен ойлаған болатым, сразу шығып айтамын деп. Но нағыз ұбтын тапсырғаннан кейін екеуін бірге бір күшті видео жасап айтқым келіп тұр сразу же, потому что наурыз ұбтыға, қаңтар ұбтыға, нағыз ұбтыға барлығына бір видеодан бөлгім келмейді, если честно, потому что енді сіздерге қатты қызық емес деп ойлаймын ол нәрсе. Және де тағы да бір видео түсіргім келіп тұр, лайфхактар деген секілді, немесе қателіктер. Вот сол видеода сіздер тағы да көре аласыздар. Осылай жасалған дұрыс деп ойласаңыздар, комментарияға плюстар қойып, короче, өздеріңіздің пікірлеріңізді жаза кетіңіздер. Қазір сіздерге көбірек видео салуға тырысып жүрміз. Бұйырса осы ұбт-ны бітірсем, прям күштілеп. Және де мен қазір TikTok желісінде де кішкене активны болып жүрмін. Сол себептен менің TikTok аккаунтыма да тіркеліп қойсаңыздар болады. Қазір мен румянаның орнына осындай бір помадканы қолданатын боламын. Негізі қолыма осылай жағып тұрып, әдемілеп тұрып жағам. Одан кейін спонжды осылай алып, бетімізге жай-жайден осылай жағамыз. Барлығы мені кірпікпен көріп үйреніп қалған. И уже кірпіксіз, как будто прям көздерім голый болып тұрады кәдімгідей. Мен кірпіктерсіз, прям без макияжа. Кішкентай қыздар ұқсап көретін сияқты, маған сөйтіп айтады. Осылай бетімізге жақсылап жағып аламыз. Қанша уақыт мен макияжға кетірсем де, менің бетімдегі макияж қатты күшті болып өмірде көрінбейді достар. Ол бетіме қатты сіңіп кетеді да менің. Айтпақшы, освещение қалай болып тұр? Мен қазір тек қана күннің освещениесіне түсіріп тұрмын. И бүгін бізде күн жоқ негізі. Бізде өте қатты бұлтты, және де андай жаңбыр жауатындай болып тұр. Сол себептен білмеймін, қап-қарап тұрған сияқты негізі өзіме. Но сіздерге қалай, соны комментарий жазып кетіңіздер. Қазір бізде уже пудра, осындай сенсулдың пудрасы бізде. Осылай кришкасына жасап аламын. Тек қана көзімнің астына осылай жағып аламыз. Одан кейін біз мына жаққа жағамыз. Және де соңғысы ол шекемізге. Пудра жаққаннан кейін сразу растушевка жасамаймын, кішкене күте тұрамын. И потом жасаймын. Келесі бізде тени. Беті кір-кір болып жатқанға кешірім сұраймын. Мен қазір сенсулдың осы бір палеткасын қолданамын. Бұл жақта мен осы түстерді араластырамын да. Короче, осылай тез аламын екеуін. И көзімнің просто бетіне осылай жағамыз. И астына тоже. Қазір біз енді стрелка жасайтын боламыз. Короче, мен қазір оны кірпіктің астына жағамын, қап-қара қылып, және де кішкене ғана стрелка жасайтын боламыз. Сөйлеп жасаған вообще ыңғайсыз достар. Көзім жұмып қалмау керек. Мен дейтін қазір лампаны қосып алдым, себебі өзімнің көзім ауырып кетті, кәдімгідей күн кетіп қалып. Сол себептен қазір бізде освещение өте қараңғы болып кетіпті. Оны мен байқамай қалыптым, макияж жасап отырып. Қазір енді осылай лампа қосып қойдым. Бетіміздегі қалған пудраларды осылай кетіріп тастаймыз. Все, мен негізі барлық косметикамды жасадым. Көрініп тұр ма, көрініп тұрған жоқ па, енді комментарий жазып кетіңіздер өздеріңіз. Қазір енді соңғы штрих ол бізде кірпіктер. Кірпіктермен негізі қатты адам ауысып кетеді. Ең алдымен бізде осындай бір кішкентай ғана клей керек, өте қымбат тұратын клей. Қазір мен сіздерге өзімізде қандай кірпіктер бар екенін көрсете кетейін. Сыртына мән бермей қойыңыздар, уже клей болып кеткен. Ең бірінші бізде осындай бір кірпіктер. Короче, осындай кірпіктер аламын. Вот тағы да біреу бар. Бұл бізде ұзындығы 12 мм. Және де екінші мен бұны Каспийден заказ берген болатынмын. Бұл уже осындай бір корейский бір кірпіктер. Но бұл өте кішкентай. Ең алдымен мен клейді осы жерге құйып аламын. Мен қазір бір-екеуін сіздерге көрсетемін осы камерадан. Потом өзім за камерой жасап шығатын боламын, потому что маған ыңғайсыз. Вот. Дайын достар. Мен макияжымды біттім, екі көзіме де кірпіктер жабыстырып алдым. Қараңыздар қандай болып шыққан итоговый менің макияжым. Уже бізде 8 ғана минут қалды. Уже менде қазір сабақтар басталатын болады. Сол себептен давайте тез осылай. Прикиньте достар, маған қазір ғана бірінші рет менің памятім заполнено деп келіп тұр.
Қазір барлығын тазалап келдім. Макияжым аяқталды. Сіздерге ұнады деген ойдамын. Ұнаса бұл видеоға лайктарыңызды басып, өз пікірлеріңізді комментарий жазып қойыңыздар, және де біздің арнамызға тіркелуді ұмытпаңыздар. Егер де осындай қызықты басқа форматта видеолар күтсеңіздер, комментарий жазып бізді қолдап кетіңіздер. Сонымен қатар біздің инстаграмға тіркелуді ұмытпаңыздар. Описаниеда қалдырып кететін боламыз ссылкасын. Сіздермен болған мен Мерей. Барлықтарыңызға бұл видео ұнады деген ойдамын. Сау болыңыздар. Келесі видеода жолыққанша. Пока-пока. Қазір бізде сағат. Бұл кремді білетін шығар. 11 класс бітіруіме өте аз ғана күндер қалды. Сыныптағы қыздармен киімдер қайтын боламыз. Қазір съемканы уже